Сәлем. Өлі аяқ синдромы туралы естідіңіз бе? Естігеніңіздей, бұл қорқынышты естіледі, бірақ ол ойлағаныңыздай қорқынышты емес. Өлі аяқ синдромы негізінен санның ауруы, әсіресе санның алдыңғы бұлшық еті болып табылатын квадрицепс бұлшық етінің ауруы. Бұл әдетте бұлшық етке тікелей соққыдан кейін ауырады немесе жанама жарақаттан кейін бұлшық еттің көгеруі болуы мүмкін. Себептері қандай? Бірақ одан да маңыздысы, науқастар санның айналасындағы ауырсынуға шағымданады және өздерінің қалыпты әрекеттерін жасай алмайды. Сіз міндетті түрде маманға, әсіресе спорттық медицина дәрігеріне көрінуіңіз керек. Бұл туралы көбірек түсіну үшін мұрты арқылы көгеру мен жарақат деңгейін бағалау арқылы. Емдеу, демалу, мұз қолдану, қабынуға қарсы дәрілер қабылдау және 3-4 аптадан кейін қалпына келтіру үшін дұрыс реабилитацияны бастау болады және 2-3 айдан кейін күш жаттығуларына қайта оралуыңызға көз жеткізіңіз. Рахмет.